Сәлем достар, ал енді видеоға бастаймыз. Аударды ұстаған рахым сезім. Менің күшті досым болған, және біз жазғы лагерьге бардық. Бір қыз ұйықтап жатып, бір балаларды көрдім. Ол елесті көргендей болды. Сосын бәрімізге айтты. Ол елестерді көрдім деді. Сосын біз бәріміз айғайлаған кезде мен сенбей тұрдым. Сосын бізге бір қыз келді. Сен де ол балаларды көрдің ба деген кезде бәріміз айғайлап жібердік. Шошып. Сосын лагердің бастығы келді. Сендерге не болды деді. Ал ертең таң атқан кезде біз тәтеден сұрадық. Үш бала қайтыс болғаны аңыз ба деп сұрадық. Ол отырып, бұл аңыз емес, бұл таза шындық. Бұрын 50 жыл бұрын болған бір жаман аспазшы болған. Ол сол 3 баланы өлтіріп, көздерінен пирог жасап, сол пирог торт жасаған. Сосын олар түнде солай лагерге келіп отырады деді. Біз бәріміз айғайлап жібердік, шошып. Және біз оны бәр балаларға айттық. Бәріміз айғайлап қорқып жүрдік. Түнге қарай біз фонарикпен отырамыз. Және лагердің кісілер бәріміз ұйықтадық. Және мен көріп қалдық. Балаларды көрдім. Және олар менің және тағы досым ол құлап түсті. Және біз айғайладық шошығана. Сосын ана кісі келді, бастығым. Сосын ол балалар өтірік біздің досымыз екен. Бізді алдапты, біздің немізді естіп, және оларды бір айға лагерден шығара тұрады. Және егер бұл оқиғаны біз көрсек, күлкіміз келеді. Және сізге қандай оқиғаңыз өтті бізге айтып кетіңіздер. Достар, егер бұл видеоны лайк басыңыздар және маған тіркеліп кетіңіз. Сау болыңыздар.